Баршаңызға қайырлы күн қыздар. Бүгін сіздермен банан қосылған шоколадный пирог жасаймыз. Бұл рецептпен міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді шығады. Ол үшін ең алдымен заварной кремімізді дайындап аламыз. Заварной кремнің дайындалу жолын ссылкасын астына жазып қалдырамын. Енді кремімізді 1 сағатқа суытып қоямыз. Енді бисквитімізді жасаймыз. Ол үшін ұнды, какаоны және де разрыхителді сеткадан өткізіп алып араластырып аламыз. Енді жұмыртқаға қантымызды салып, миксермен жоғарғы жылдамдықта миксерлейміз. Аппақ болып көтерілгенше шамамен 5-6 минуттай. Дәл осындай аппақ болып көтерілгеннен кейін сүтімізді және де еріткен майымызды қосып, миксерлеп, одан кейін үстінен ұнымызды сала бастаймыз. Ұнымыздың барлығында бір келкі болғанша миксерлейміз. Формамыздың ішін жандарын сары маймен жақсылап майлап, одан кейін тестамызды құйып, қызып тұрған пеште 170 градуста 20-25 минуттай пісіріп аламыз. Енді бисквитімізді сироппен оғандандырамыз. Сироптың дайындалу жолы: сүтке қантымызды қосып, отта ұстаймыз. Қанты ерігеннен кейін оттан алып, суытып қолданамыз. Салқын заварной креміміздің үстінен салқын сливкиді құямыз және де сгущенкамызды салып 1 минуттай миксерлейміз, бір келкі болғанша. Ганашты құйып болғаннан кейін сразу кесіп жесеңіздер де болады, немесе тоңазытқышқа ганашы қатайғанша салып қойсаңыздар болады. Негізінде ганашы қатайғаннан кейін кескен дұрыс, сол кезде әдемірек кесілінеді. Менде асығыс болғандықтан сразу кесіп көрсетіп жатырмын сіздерге. Бұл пирог енді өте дәмді болып шығады, нәзік болып шығады, кремі деген күшті болып шығады. Кремге ұн емес, кукурузный крахмал қосыңыздар міндетті түрде. Сол кезде кремнің дәмі ерекше болады. Осы рецепт бойынша міндетті түрде жасап көріңіздер. Одан кейін Instagram парақшамда суретін жіберсеңіздер, міндетті түрде парақшама шығарып көрсететін боламын.